Қайырлы күн, қалдарыңыз қалай? Дәмі сөзбен айтып жеткізгісіз керемет испандық Сан Себастьян ірімшігін дайындаймыз. Ол үшін бізге 550 грамм творожный сыр, оған 170 грамм қант қосып, және де 30-33% сливки қосып, бәрін жақсылап араластырамыз. Сливки 250 грамм болу керек. 4 жұмыртқаның әрқайсысын бір-бірлеп шетінен қосып араластырамыз. Жиырма 25 грамм кукуруз крахмалын қосып, бәрін жақсылап тағы араластырамыз. Жиегін тазалап, ішіндегі ауасын шығару мақсатында төменнен жоғары қарай тағы да жақсылап араластырып шығамыз. 20 диаметрлік форманы дайындап, астын фольгамен орап, жақсылап жан-жағына пергамент қағазын төсеп, ірімшігімізді құямыз. Және де 220 градуста ысып тұрған пеште 40-45 минутқа салып пісіріп аламыз. Пісіп шыққан чизкейкіміз түрі осындай болады, одан қорқып кетпеңіздер, яғни өзінің түрі осындай. Міне біздің испандық чизкейкіміз дайын болды. Бұл чизкейктің ерекшелігі үстіңгі жағында қара күйдірілген қабығы болады. Десерттің құрылымы өте нәзік, міндетті түрде жасап көріңіздер, ас болсын.